Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Біз бүгін театр өнері мен мәдениеті, жай сөйлемнің түрлері бөлімі бойынша ұлттық мәдениет тақырыбындағы сабағын өтетін боламыз. Сабақтың мақсаты 8-2-4-1 тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін, құрылымын салыстыра талдау. 8-4-4-4 жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану. Оқу мақсаты: оқушылар тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін, құрылымын салыстыра талдайды. Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолданады. Біз әдеттегідей сабағымызды ұйымдастыру кезеңі бойынша психологиялық ахуал орнатып сабағымызды бастап аламыз. Ары қарай оқушыларды топтарға біріктіреміз. Алдын ала дайындалған кеспе қағаздың ішкі бетіне жазылған топ атауларын оқушыларға жасыру арқылы оқушы өз таңдауымен кеспе қағаздың келесі бетіндегі жазылған сөздер арқылы топтарға бірігеді. Топтар біздің сабағымыздың тақырыбына сай шежіре, өрнек, ұлт үні болып аталады. Қызығушылығын ояту. Оқушыларға біз мәтін оқитын не жазатын болсақ, ең алдымен қандай сұрақтарға жауап іздейміз деген сұрақ қойылады. Оқушылар жауап береді. Дескриптор сұрақтарға жауап береді, өз ойларын білдіреді, мәтін жазудың алғашқы қадамдарын біледі. Оқушы жауаптарын айтып болған соң, ойды қорытындылау үшін мына сұрақтарды қоямыз. Кез келген жазба жұмысты жазу алдында мына сұрақтарға жоспар құратынымызды түсіндіреміз. Бірінші, қалай жазамын, кімге жазамын, не мақсатпен жазамын. Сабақтың ортасында біз оқушылармен бірінші тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырмамыз топтық жұмыс, тыңдалым айтылым бойынша. Оқушыларға сілтеме бойынша екі мәтінді тыңдатамыз. Бірінші мәтін ұлттық мәдениет, ұлттың жаны. Екінші мәтін ұлттық мәдениет түсінігі және оның құрамдас бөліктері. Оқушылар осы екі мәтінді тыңдай отырып, екі мәтіннің тақырыбын бірдей екенін және олардың стильдерінің өзгеше екендігін анықтайтын болады. Ары қарай оқушыларға біз екі мәтіннің ережесін шығарып, оларды мына кестемен салыстыратын боламыз. Яғни стиль түрі ғылыми стиль. Оның анықтамасы ғылыми деректер мен тұжырымдарды дәлелдеп, түсіндіру үшін қолданады. Мақсаты ақпарат беру, дәлелдеу. Стиль түрі публицистикалық стиль. Анықтамасы қоғамдық мәселелерді қозғап, көпшілікке әсер ету үшін жазылады. Мақсаты қоғамдық пікір қалыптастыру. Екінші тапсырма. Оқылым, жұптық жұмыс. Мәтін құрылымына қарай мәтін түрлерін салыстыра талдайды. Оқушыларға мәтін ұсынылады. Мәтінді оқиды, төмендегі сұрақтарға жауап береді. Сұрақтар: мәтіннің тақырыбы қандай? Бұл мәтін қандай мәтін түріне жатады? Яғни әңгімелеуге, немесе сипаттауға, немесе талқылауға. Үшінші, оның құрылымы қандай? Басы, ортасы, соңы. Дескриптор мәтінді оқиды, мәтінді түрлеріне қарай ажыратады. Бірінші топқа берілетін мәтін. Оқушылар мәтіннің тақырыбын өздерінің шығармашылығына қарай әртүрлі атауы мүмкін. Осы мәтінді оқи отырып, мәтіннің тақырыбын, құрылымын, мәтіннің түрін анықтайды.
Екінші топ оқушыларына берілетін мәтін. Оқушылар жұп-жұптап осы мәтінді оқиды, өздерінің шығармашылығына қарай мәтінге тақырып қояды және мәтіннің құрылымын, мәтіннің түрін анықтайтын болады. Үшінші топ оқушыларына берілетін жұптық мәтін. Оқушылар мәтінді оқып, өздерінің шығармашылығына қарай тақырып қояды, мәтіннің құрылымын анықтайды және түрін анықтайтын болады. Үшінші тапсырма жеке жұмыс. Оқушыларға берілген тақырып аясында әрбір оқушы өзінің жеке жұмысын жазады. Бірінші топ шеже оқушыларына берілетін тақырып. Наурыз көже, жасау күндегі бір естелік. Екінші топ өрнек тобындағы оқушыларға қазақтың сәукелесінің пішіні, ою-өрнегі, қолданылуы тақырыбында жазба жұмысын жазады. Үшінші топ ұлт үні тобының оқушыларына ұлттық киім кию сән бе, қажеттілік пе тақырыбына жазба жұмысын жазады. Дескриптор мәтіннің түрлеріне жазба жұмыс жазады. Екінші, жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне қарай сай қолданатын болады. Оқушылардың жасаған жұмыстарын тыңдап, кері байланыс жасап, бағалап болған соң, сабақтың соңын БББ әдісімен мұғалім қорытындылау мақсатында оқушылардың сабаққа деген көзқарасын, рефлексиясын тыңдап аяқтайды.